Яна, мен Хабаровск студияға келіп бара жатырмыз, Назарды көріп. Кішкентай кешірмесі Хабаровск. қалайсың? Кішкентай балақай. Папасы қалайсыз? Жақсы, амансыз, өздері қалай? Бәрі жақсы. Да, шыққаптың кәдімгісі. Иә. Алдыңдай смела неміз. Или адамдар өзгеріп кеткен бе, үйленіп кеткен бе, 2 жарым жыл болды. Назар нешеде қазір? Қазір 10-нан асып отыр, 10 айдан. 10 ай. Бірге туған жоқ әлі. Ассаламу алейкум. Нормально вообще. Қалай болып жатыр енді қазір? Ана атандыңыз. Күшті ғой, ана болған кереметсіз. Өзіңіз де кішкентай болдыңыз Назар сияқты. Иә, мен де кішкентай болдым. Енді аналардан түсінатырмын. Оңай емес екен. Оңай емес. Бірақ енді баланы қалай қатты жақсы көретінін енді түсіндім ғой. Жүріңіз. Жатырқамайды, мүлдем жатырқамайды. Өйткені туылғаннан бастап енді біз өзіміз қонақ күткен жақсы көреміз. Көп адам келеді, каждый раз. Солардың ортасында өседі, общактың баласы. Бір жағынан ол да дұрыс шығар. Иә, ол да дұрыс. Маған Сіз де қатты бір еркін жүре бересіз, өз жұмысыңызбен. өз жұмыстарын тындырып әйтеуір. Қош келдіңіз. Қош көрдік, Сізді рахмет. көргенімізге қуаныштымыз. Және көрермендер де сіздерді көріп YouTube арнамызда жазып жатыр. Егер де мені көргендеріңізге қуанышты болсаңыздар, реакция қалдырып кетіңіздер. Отырады. Иә, Қош келдіңіз. бәріңізді жақсы көремін. Көрермен сағынып жатыр. Біз де сағындық. Жазып жатыр YouTube'да. Айбек Эдуардо. Рахмет. Аман болыңыздар. Жалпы енді қазіргі жастарға не тілейсіз? Қосылайықта отырған, жазғы маусымда отырған. Ертерек жұптарын тауып кетіп, үйленсін. Үйленуде қорқады ғой. Неге ол? Қорқады. Қорқпау керек, көру керек, өмір бір ақ рет беріледі, бәрін көру керек. Сіз не айтасыз қыздарға? Қыздарға жақсы ер азамат жолын тұрса, ұстап алу керек. Ана, мынау деген нәрсе болмайды. Тиіп алғаннан кейін де талаптарын қоясыңдар одан кейін. Анау керек, мынау керек деген сияқты. Сол главный тек жақсы жүріңіздер, солай. Демек талап өз адамды кездестірсе сен жайында қалады. Жайында қалады, иә. Түсінікті. Көп рахмет сіздерге. Телефондағы галереяны саған барлық фотоны өшіру ме? Әлде телефондағы барлық смс хабарламаларды жұртқа жариялау? Ойланыңыз. Мәссаған. Так, Сізге екеуі де қымбат. өшірейін десем, Естелік. Өте көп естелік. Хабарламаны шығарайын десең, ол жерде де бір гәптер болып қалуы мүмкін енді. мұндай қатты гәп бар деп айта алмаймын. Демек, Хабарлама көрсете беремін. көрсете бересіз. Көрсете. Бүкіл жұртқа Иә, көрсете аламын. көрсете аласыз. Бір ай ұйқысыз ба, бір ай кофесіз ба? Кофесіз. Сіз кофе ішпейсіз ба? Онша қатты жақсы көремін. Ну, қалап тұрмаймын, ішемін деген сияқты енді. Бір ай телефонсыз ба, бір ай интернетсіз ба? Интернет? Бір ай телефонсыз ба, бір ай интернетсіз ба? Телефон болса... Телефонсыз лучше. Әйтпесе интернет болмаса телефон онша қажеттілігі жоқ сияқты. Бір ай айнаға қарамау ма, әлде бір ай камераға түспей ме? Бір ай камераға түспей? Айнаға қарамауға емес. Жүре бересіз. Сіз сенімдісіз өзіңізге. Елең бір ай камераға түспей жүре бересіз. Телефонда қолданбайсыз. Иә. Енді айнаға қарамай қалай жүресің? Қызық қой. Сабақ кетті дейсің. Телефондағы галереядағы барлық фотоны өшіру ме, әлде барлық хабарламаларды жариялау ма? Нені таңдар едіңіз? Хабарлама жариялау. Демек, сіз өзіңізге сенімдісіз. Иә. Ештеме шыққымайды. Мүлдем. Мен ешкім іздемейді дағы ғой. Таңғы сағат бір ай телефонсыз жүру ме, әлде бір ай интернетсіз жүру ме? Ответный сұрақ қойсам бола ма? Например, интернетпен телевизор көруге, ноутбук. Жоқ. Онда телефонмен жүрем. Телефон, интернетсіз. Ну, потому что ойлар, там, заметкаға, мен арасында өлең Байланыс керек дейсіз ғой. Иә, өлең шығарам, солар жазып қоям. Сосын таймер деген сияқты нәрселер керек қой. Соған. Және галереядағы барлық фотоны өшіру ме, әлде барлық смс хабарламаларды жариялау ма? Скорее всего, барлық фотоларды өшіріп жатыр. Демек,
иә бар ғой бір екі көрінбейтін сообщениялар көруге болмайды бірақ сенде фотодағы естеліктер бар. естеліктердің көбісін инстаграмға салып қоямын мен. И ВКонтактеде бар менде сохраненный фото. Деймін галереядағы фотоны. иә өшіретін едім. Галереядағы барлық фотоны өшіру ме, әлде смс хаттардың бәрін жариялау ма? Например, смс хаттар Барлық. барлық. Қандай? Галереядағы барлық фотоны өшіру ме, әлде телефоныңыздағы барлық смс хабарламаларды жариялау ма жұртқа? Мә, онда лучше бүкіл галереяны өшіру сол дұрыстау деймін. Бір ай белгісіз елде жүру ме, әлде галереяларыңыздағы барлық фотоны өшіру ме, әлде телефондағы барлық смс хабарламаларды жариялау ма? Фотоларды өшіру. Неге фотоларды өшіресіз? Ол естелік қой. Естелік қой. енді барлық смстер бұл жерде бір жеке смстеріміз бар шығар бәлкім. Разница жоқ. Көрдіңіз ба? Өзіне сенім бана. Өтірік айтады. Не өтірік айтады? Жібі өтірік айтады. Бір ай телефонсыз ба, бір ай интернетсіз ба?